Сәлем достар! Бүгін біз рулет со сгущенкой жасайтын боламыз. 20 минутта дайын болады. Жаңа жылға тәтті пісіргіңіз келсе, міндетті түрде осыны жасаңыздар. Қараңыздар, ең бірінші біз 6 жұмыртқамызды алып, үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. 2-3 есеге бізге көбейтуіміз керек. Сол үшін жақсылап миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін үстіне сұйық майымызды алып, тағы да араластыратын боламыз. Одан кейін ұнымызды салып, разрыхитель салып, енді біз лопаткамен немесе осындай немен араластырсаңыздар болады, миксермен араластырмаймыз. Қызып тұрған пешімізге 20 минутқа рулетті пісіріп алатын боламыз. Мінекей, бізде осылай рулет піседі. Бұл рулетімізді екінші пергамент қағазына салып, жақсылап орап қоямыз. Рулетіміз суығанша біз кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге жақсы 82% майымыз керек болады. Сары май жақсылап миксерлеп аламыз. Прям ақ пышный сары май болғанша араластырамыз. Одан кейін үстіне сгущенкамызды салып, тағы да миксерлейміз. Осылай миксерлеп алғаннан кейін бізде креміміз дайын болады. Қараңыздар, қыздар, өте дәмді пышный крем дайын болды. Енді суыған рулетімізді жаймен де осындай қағаздан шығарып аламыз да, кремімізді жағып шығамыз. Өздеріңіз қалағандарыңыз бойынша әдемілеп сәндесеңіздер болады. Мен рулеттің үстіне шоколадты осылай құйып шықтым. И үстіне замороженный вишня салдым әдемілік үшін. Міне достар, қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Әдемі, пышный, өте дәмді рулет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Әрбір отбасыға құт берекесімен келсін. Жаңа жылдарыңызбен.